Ассалаумағалейкум қазақ елі, құрметті жастар, құрметті қазақ елінің болашақтары, құрметті тиктокерлер. Бүгінгі тикток желісінде көрген бейнеммен бір әсерімен бөліскім келіп отыр. Тикток желісінде батыл деген ойын бар, өте шарт қойып ойнайтын. Сол шартты өзінің подписчиктері көріп отырғандықтан мен солардың алдында уәдемде тұрдым деп өзін сондай бір құрбандыққа шалып жатқандарымыз жетерлік. Соның біреулері бейнелері өздерінің шарт қойып, сол шартта беттерін сызып, сурет сызып, түрлерін бір шайтанға ұқсатып, бір хайуанға ұқсатып сызып жатқан азаматтарымыз бар, қарагөз қарындастарымыз бар. Біз ондай беті боялған, беті бейнеленген, түрлері жаңағы шайтанға бейнеленген адамдарды шетел каналдарынан көруші едік. Анау бір қауым бар ғой, өзі жаңағы еркегі әйел болып, әйелі еркек болып кеткен қауымдар. Солардың арасында өздерін бір ерекшелейміз деп беттеріне сурет салып, тату-татуировкамен бояп, жаңағы мүйіздерін өсіртіп, мұрындарын кесіп, сырғаларын тағып, бір ерекшеленіп жүрген азаматтар бар. Солардың бейнесіне жақындап келе жатқан сияқтымыз. Бүгін бір әдемі көрініс болды. Басы қаталдау басталды. Ер жігіттің намысын ер жігіт таптады. Сондай шарт қойыла бастады. Жоқ, жігіт намыс деген ол шартпен келіспеді. Бірақ соңында келе-келе қайырымдылықпен аяқталды. Сіздердің де шарттарыңыз сол сияқты бір қайырымдылықпен аяқталса екен деп. Себебі біз қазіргі орта буын, сіздер жастарсыздар, ертең сіздер де ел ағасы боласыздар. Сонда елге не айтасыздар? Махамбет Өтемісұлы атамыздың бір әдемі керемет сөзі бар ғой. Елінде қария болмаса, жастары болар диуана. Итіне кет, тентегіне тек демесе, ар ұяттан айырылар артында қалған бозбала дейді. Сол айтпақшы, қарияларымыздың жоқтығының әсері ма, жастарымыз ар ұяттан ажырап бара жатқан сияқты. Енді біздің алдымызда қариямыз болмады деп бізде қол қусырып отыруға болмайды. Ол кісілердің өмірі өтті, дәурені өтті. Дәуір біздікі. Біз де ертең ұрпақтарымызға не қалдырамыз деген ойда болайық. Бұл менің өз пікірім. Қолдап жатсаңыздар өздеріңіз айтып көрерсіздер. Әлде бұрыс болса, оны өздеріңіз айтып жатарсыздар. Қош, аман болайық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Жастарымызға бір салихалы, инабаттылық, имандылықты Аллах тағала өзі берсін.